О, ебаш. Ай, кешіріңіз, мен сізге бөгет болған жоқпын ба? Жоқ, әрине жоқ. Рахмет, мен денемді формада ұстау үшін осылай күнде жүгіремін. Сіз де жүгіресіз бе? Мүмкін бұл тағдыр шығар. Сіздің атыңыз кім? Менің атым... Блядь, что-то мне хуёво. You look lonely. А вообще-то маған похуй, сендер лайк басасыңдар ма, баспайсыңдар ма? Главное денсаулық. Дей отыра мен пидорский тізімді ашып қарайтын қандай анимелер бар екенін көргенімде. Торговый автоматтың реинкарнациясы или шикі шошқаның етін жеме, а вообще мүлдем жеме деген шедевр анимелер бар екен. Ладно, жапондықтар не шығарса да өздері білсін. Ал біздің бүгінгі прицеліміз, ну конечно, ёбаный рот, романтикада. Желтоқсан ғашықтар айы деп бекер айтпаған ғой. Қазір сен ойлап отырған шығарсың. Ой, бұл хуйня. Романтика қыздарға арналған, ал нағыз мужиктар Джоджо, One Piece, Берсерк көреді деп. Бірақ та қарап отырсаң, романтика бұл жай ғана сөз емес. Оның элементтері әр жанрда, хоть сейнен болсын, хоть экшен, хоть даже меха болса да, адамның бір-біріне деген симпатиясы әрқашанда болады. Әлемде ол тақырыптағы миллиондаған фильм, сериал, дорама, аниме, манга тағы да басқалары бар. Олардың көп болуы романтика жай ғана жанр емес екендігін дәлелдейді. Сол айтылған берсерк экшен, қорқынышты сейнен болса да, оның ішінде де жақсы көру сезімі бар. Давайте лучше анимені талқылайық. Менің ғашығым очкиін ұмытып кетті. Сипаттамаға қарап сынайтын болсақ, Каэда Камура есімді романтикалардағы феномен кейіпкер ұялшақ екен. Но мына жерде айтылғандай, Каэда Камураның советі бойынша ТГ каналға тіркелулеріңді сұраймын, жандарым. Итак, номер 2 кейіпкер Мие. Ол қыздың қуанышқа орай көзі көретін. Но чуть-чуть минус, где-то минус 69. Нашар зрениесі аз болғандай, бұл қызға тағы бір ұмытшақтық деген дебаф беріледі. Менің осындай минустарын Каэда оңтайлы қолдана алады деп ойлаймын. Аниме резко басталып кетіп, басы кейіпкер бір тикток неге ебануть етпеске деп тренд түсіріп жатады. Каэда бір қызды өте жақсы көретін монологын айтып болғасын. Әрине аниме графика жағынан керемет емес, но ең бастысы Free Fire'дан лучше. Каэда сталкер сияқты Мияға тесіліп қарап, ол сондай әдемі, ол яла береді. Ну, блядь, мынандай ебломен қарасаң, конечно, ялады. Вот неге авторлардың миы ебанутый романтичный сюжет пен персонаждарды жасауға ғана жетеді? Потому что понабирают всяких долбоебов. Оказывается, Мия очкиін үйде ұмытып кетіпті. Главный сұрақ, кстати, Каэда да солай айтқан. Ол мектепке қалай келді? Было время пешком ходили. Мия кітабын таба алмағанда Каэда оған жақындауға қорқып, негіз ақылды, ведь коронавирус жұқтырып алуға болады ғой. Антисигма өзінің кітабын береді, но бұл жолы Мия жақындағанда ол чуть ли не құлай жаздайды. Алар қарай сол дефолт. Мия Каэдаға жақындай береді, потому что көзі көрмейді. И екеуінің арасында қарым-қатынас жүре береді. Себебі Каэда аспанға қарап тұрып, Мия тағы да көзілдірігін ұмытып кетсе екен деп дұға тілейді де, келесінде Мия очкиін сындырып алады. Ал сосын ол вовсе контактный линзалар киеді. А дальше сол полный пиздец. Мектептің админдары бедный Мияны асханада дежурный қылып қояды. Ал Каэда нағыз еркек сөзіне антоним баланың тірлігін жалғастырады. Кстати, қыздар, новый романтикалардың списогын қарап жатқанымда, шикі шошқаның етін жеме деген шедевр анимені көріп вахуйлығым артып, не дерімді де білмей қалдым. Типа мына қыз какой-то шошқамен мутить етеді ме? Ладно, Бека. Олай болса чуть кешіруге болады, но бля, ёбаный шошқа. А мен мұны все равно айтам. Итак, обычный анимешник сарайда... Шошқа сарайда оянады. Шошқа! Давайте мен лучше басты кейіпкерді шошқа емес, мапоқ дейін, а то уже слишком некультурно болып кетті. Сонымен мапоқ сарайда оянғасын, әлгі айтқан қыз есімі оның... Роберт Полсон. Джесс Есма оны қорадан шығарып қана қоймай, оны хатасына кіргізіп бар жағдайын жасайды. Ну, бұл жерде точно шизофрения или же зоофилия. Есманың құрмет білдіріп төрге шығарғанына қарамастан, ахуевші мапоқта қызға антеннасынан сигнал жүреді. Жарайды, біз оны кінәлай алмаймыз. Өйткені оның адами қасиеттері жүрегінде бар. Или қай жерінде болушы еді. Негізінде бұл шошқаны соғымға соятын болғандықтан осындай күтім жасап отыр. Ведь мұны басқаша түсіндіре алмайсың ғой.
Чо, сенбейсіңдер ма не? Özlüğümden, şaşlığımdan, garajın eşinde pişirip oturmun ay. Ay ay, ay ay. Ал ендігі очередтегі анименің обложкасына қарап, қатты қызығып кеттім. Жұмысымдағы кішкентай сэмпай. Если что, қайта берсеңдер болады, себебі мұнда лоли жоқ. Қорықпаңдар, біз заңсыз ештеңе көріп отырған жоқпыз. Өйткені фигурасы бойынша ол кішкентай қыз емес деп ойлаймыз. Википедияда ештеңе жазылмаған. Сюжетке өтсек, Шиори Катасы және Такума Шинидзаки офисте жұмыс істейтін кісілер. Бірінші бөлім аса қызық емес, как и полный аниме сияқты, персонаждары уебищный, дымда күлкілі емес, қарапайым қылтың-сылтың деуге болады. Ой, Катасы сэмпай, ой, Шинидзаки деп сызылуынан басқа Катасының камқор сэмпай екенін көрсетеді. Әрі қарай туда-сюда, мяу-мяу. Дешевый романтика. Катасы екеуі ресторанға барады, жұмысқа барады, Маша и Медведь көреді и бірін-бірін жасырын ұнатады. Хуйня ғой, келсесіңдер ғой, я? Просто говно. Но соңында, оказывается, Шинидзаки синдром Тайлера Дёрденамен ауыратыны мәлім болады. What is my mind? What is my mind? Yeah. Вот менде бір қызға сені жақсы көремін, или генийлер секілді говссыр деп көрмегенмін. Және сол үшін өзімді мақтан етемін. Но Рентаро Айдзуге мұның қатысы жоқ. Себебі бұл далбайоп дәл қазір 100-ші попыткасынан айрылды. Бұлай түрі тым жақсы жігіт, но оған 100-ші қыздың барлығы отказбен жауап береді. Бірақ сонда да ялмай менің қызым болш деп айтуына ер кезегі 100 деген мақал әсер еткен болу керек. Солай Рентаро 100 отказын алғаннан кейін басқа персонаждар секілді бір попыткадан кейін жылап, қайғырудың орнына мощный цитададан атып жібереді. Рентароның соншалықты лох екеніне жаны ашыған мына бір храмдағы құдай пал ашып, жаңа мектепке барғаныңда сені соска қыздар күтіп тұр дейді. Бір нәрсеге ұқсайды, солай емес пе, е? Шалдың айтқанын тыңдап болған Рентаро ебальнигін жөндеп, өтірік айтқан болсаң храмыңмен бірге өртеймін нахуй деп шапағатын жаудырады. А мектепте оны расымен де 2 қыз күтіп алады. И олардың арасында быстрый коннект жүріп, қыздар оған ғашық, дәлірек болса дуаланып қалады. Жоқ, конечно, мен оған завидовать етпеймін. Блять. Рентаро оларға кейінірек сабақ біткен соң бір затты іздеуге қол ұшын тигізеді. И не только қол, но и ернін. Потому что Хакари, қызыл шашты қыз, энергетикті полностью таусамайым деген манипуляциясы арқылы оны ішуге мәжбүрлейді. Но потом ол оны құлатып алады. И қалай ойлайсыңдар не болады? Ол шыдамай Рентароны жақсы көретінін айтады. Ду қол шапалақ біздің инабатты да ибалы жезөкшемізге. И сосын Караны сары шашты қыз Хакаридің признаваться еткенін біліп, менің қандай жерім артық деп, мен де сені жақсы көрем дейді. Өкінішті, міне осылай әдемі сөздердің мағынасы кетеді. Екі тәңкі Рентароға ультиматум тастап, «Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их?» деген өте қиын дилеммаларын айтады. Рентаро совет сұрап шалға барса, шал шарит етпейтіндігін айтады. Ақыры Рентароның миына гениальнейший идея түседі. Ертеңгі күні ол қыздарға екеуіңмен де кездескім келеді дейді. Не, ну ладно, 100 қыз отказ берген, жолы болмаған, но 2 қыз? Нихуя себе. Ахуевші пацанға Хакари жарайды деп тіл қатады. Ал Караны болса сол бағанағыдай, чо мен неге олай істемеймін дейді да, шеві группавуха түсірмек болады. Я бұл әзіл, себебі естеріңе салайын, анименің сені өте жақсы көретін 100 қыз. Сені болғанда сен емес, сені кім жақсы көрсін? Рентароны деп аталады, сондықтан болашақта әлі де қыздар болатыны хақ. Мына екеуінің сезімдерін паш еткеніне қарап сынасақ, келесі кейіпкерлер примерно осылай айтатын секілді. Менде осымен все. Наса лайк бас, ұнамаса сігіл, ең маңыздысы нахусаған романтика. Ең асақты бал, қыздар көп, ал мамаңда сен жалғызсың. Ариведерчи. Ариведерчи, блядь, пиздец, кринж.